Алматылық дәрігерлер коронавирус жұқтырып өкпесінің 96% зақымдаған зейнеткердің өмірін сақтап қалды. 67 жастағы Людмила Марченко 22 наурыз күні орталық клиникалық аурухана ауыр халде жеткізілген. 8 күн бойы жансақтау бөлімінде болып жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Кейіннен денсаулығы жақсарғаннан кейін палатаға ауыстырылыпты. Низкий поклон. Қазір жамандықтың бәрі артта қалды. Аурухананың барлық медицина қызметкерлеріне, дәрігерлерге үлкен рахмет. Сіздер маған екінші өмір сыйладыңыздар. Мен сауығып шықтым. Бүгін отбасыммен, балаларыммен кездесемін. Дәрігерлердің айтуынша науқастың ковидтан бұрын жүрек тамыр жеткіліксіздігі мен артериялық гипертензия секілді қосалқы аурулары болғанын айтады. Осының әсерінен өкпесіне түскен вирус денсаулығын одан әрі нашарлатқан. Науқас амбулаториялық емді толық қабылдап үйіне шығарылды. Алдағы уақытта учаскелік дәрігердің бақылауында болады. Жағдай өте қиын болған, сатурация 66-67 шамасында болып, реанимация көтеріп, кислородты беріп, хайфлоу деген аппарат бар. Кислородты 30-60 литрмен беретін. Сонымен беріп, сатурацияны 92-93-ке көтеріп, сонымен жағдай сәл жақсарылды. КТ түскен кезде, түсірген кезде 95%-ке шейін өкпесі воспалениясы болып тұрды.